И второй бэкстейдж. Вот, дорогие друзья, уже мы пообедали, и еще мы сейчас еще делаем грим, как мы до обеда делали, такие точно такие делаем. Вот наш Алла, вот наш профессионал, он делает сейчас, как мы делали до конца, и будет до вечера такие вставки. Абдол, бүгін съемканың нешінші күні? Бүгін съемканың екінші күні мен үшін, бірақ та енді общий съемка дейтін төртінші күн болып жатыр. Мен 2 күнге сұранып кеткенмін, бірақ төртінші күн болып жатыр. Бүгін ұйқыдан тұрған кездегі ең бірінші әрекетіңіз? Бүгін тағы съемка ма? Үнемі өзіңізбен алып жүрген 3 зат. Өзіммен алып жүрген қолтыққа шашатын, үстіме шашатын, зөне паста, зөне шөті. Дұрыс қой енді. Не нәрсеге тез жынданасыз? Не нәрсе қолтыққа шашатын ұмытып кетсем, үстіме шешетін ұмытып кетсем, зөне шөтін ұмытып кетсем. Қатты жынданғанда айтатын сөзіңіз? Қолтыққа шашатым қайда? Балдарды қарамды. Мен таңертең кешке дейін сөйлеп кетсем, олар ұйықтайтын. Дым білмейін ұйықтап отырмын. Мынау не? Обидно ғой маған, мен таңертең 6-тан бері сөйтіп. Кеше мен бір сұранып кеткенде олар қиналды да, енді мені қинатып отыр ғой енді. Қинап жүр, есі жоқ тасам. Өмірдегі ұстанымыңыз? Өмірде ұстаным, ондай қатты ұстаным жоқ менде ондай. Өшім, мынандай ғой, мынандай ұстаным. Алға қарай вперед баса беру ғой. Өзіңізді 3 сөзбен сипаттап берсеңіз? 3 сөзбен? Бұйра шаш. Беташар дейсің? Сондай мен да. Бала кездегі арманыңыз? Бала кездегі арманым әнші болу. Бұрында әнші болуды армандадым. Тоқтар Серік ағамыз сияқты. Ассалаумағалейкум. Аңызға амандықта жақсы бол. Ең алғашқы махаббатыңыздың есімі? Оны айтсам қазір күйеуі таяжым күйеуінен. Зачем оны айтып, біреудің разрушать етіп оны. Бірінші класста бір қызға ғашық болғам. Атын айтып айтпай-ақ қоян, Айгөркем деп. Зачем айтып оны жүремін? Ең үлкен қорқыныш? Ең үлкен қорқыныш гей. Анаңыздың көп айтатын ақылы? Аман жүр, сақ болып жүр. Сол ғой, жолда көп жүресің, сақ бол дейді. Өзіңізге айтылған күтпеген комплимент? Өзіме айтылған күтпеген комплимент. Көп негізі ол комплименттер көп айтылады. Оны бірақ уже күтем уже мен. Басында күтем, бірақ нормально. Онда көп қой, ондай негативный комплименттер енді өзің үшін не ғой енді. Неожиданный ғой енді. Жақсы комплименттер де болады енді. Қандай жанрдағы киноға түскіңіз келеді? Комедийный. Комедийный, о реальных событиях түскім келеді. Комедийный сериалдарға, киноларға түскім келеді, сосын о реальных событиях кинолар болады ғой. Жизнь, өмірде болған жағдайлардан бәрі түскім келеді. Әлі киноға шақырған жоқ үшін, шақырса екен, пожалуйста, осыны естісе екен. Жоғарыдағы ағаларымыз, продюсер ағаларымыз, Тоқтас Адамбаев, Нұрлан Қоябаев ағаларымыз, пожалуйста, естісе екен. TikTok немесе Instagram? Instagram. Басыңызда тұрған әнді айтып беріңіз. Басымда тұрған басыма сәл бақ қонғандай, оның аты мақталғандай. 2 hours later. Бұл бағымда тағдырға өргенде, сезімге түргенде, тоқ болып көктемде, мен сені көргенде, сен болдың мағанда, сезімге шектеуге, бол жаныңда, бақытты біз. Осындай нотада кредитіңіз бар ма? Кредитім жоқ, бірақ менің атымды алған, сол бар. Өзім кредитім жоқ, бірақ біреу менің атымды алған ғой, сол бар. Соны төлеп жатыр. Өтірік жиі айтасыз ба? Жоқ, ондай көп айтпаймын. Шама келсе айтпай отырсам, бірақ кейде кетіп қалады енді. Өзіңізге қатты ұнаған фильм? Фильм? Не ғой? О реальных событиях бір кино бар. Малибу, жоқ.
нетет ана неге бір қалада өте бір банкте тонайтын. И фильм, который это на банке о реальных событиях в жизни был, в общем, его обнаружили банк, короче, ограбление делали в жизни обид событий. Не знаешь про это? В общем, сол күні қайттан көрген. Жақсы көретін тамағыңыз? Манта. Қандай ерекше қабілет иесі болғыңыз келеді? Актер болғым келеді. Сізге ешқашан қойылмаған, бірақ жауап бергіңіз келетін қандай сауал бар? Қоймаған сұрақ. Жауап берейін. Білмеймін. Ондай сұрақ ойламаппын әлі ондай. Көрерменге айтар жылы лебізіңіз, лаж болса орысша айтсаңыз. Дорогие друзья, дорогие инстаграмчи, дорогие наши подписчики, дорогие наши друзья, наши любимцы, мы для вас это мы снимем сериал. Вы посмотрите, лайкните, комментируйте. Ваше мнение нам очень важно. Поэтому вы нам очень даже важны. Вы любимые наши, вы тоже. И с вами тоже мы будем вместе, как всегда. Любите, живите радостных, любимых своих сериалов, посмотрите. И каждый раз ваших любимых инстаграмов, таких уютных диванах сидеть лейсом будете есть тебя могу. И вы можете меня, как всегда, будете радоваться. И мы будем вас нести кауимые уличные города. Спасибо. Группа, съемочная площадка. Давай, кич, На исходный сторис. да.